Қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен Ұлытау жезқазған аймағындағы су резервтері тақырыбындағы музей сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты гидросфера тарауын өткен кезде сіздер көп мағлұматтар алдыңыздар. Енді өлкетану компоненті негізіндегі Ұлытау жезқазған аймағының су қорлары жайлы деректерді саралаймыз. Ордовик дәуірінде Ұлытау жезқазған аймағын алып Тетис атты теңіз алып жатты. 570 миллион жыл бұрын Ордовик дәуірінде әртүрлі медузалар, моллюскалар, трилобиттер, құрттардың түрлері пайда болады. Девон дәуірінде 395 миллион жыл бұрын алғашқы сүйекті, сүйексіз балықтар пайда болады. Сондай-ақ сулы және құрлық жерлерде өмір сүре алатын тірі тіршілік иелері, амфибиялар өмір сүреді. Ұлытау өңірінің шынымен Тетис теңізінің астында болғандығын дәлелдейтін жәдігерлер мына экспозицияда тұр. Алдарыңызда моллюскалар, бақалшақтар және тасқа таңбаланған балықтар. Қазақ жерінің кіндігіндегі құрлықтың нақ ортасындағы Ұлытау аймағының ішкі сулары тұйық. Оның табиғи, тарихи жағдайы гидрографиялық жүйесінің дамуына әсер еткен. Ұлытаудан бастау алатын өзендер өте көп. Ендеше өзендер, көлдер мен сулы қоймаларға тоқталайық. Білеуті Шалқар алабындағы өзен Ұлытау тауының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі Қарамола тауының оңтүстігінен басталып, Шұбар теңіз қонысына 28 километр жетпей тартылып қалады. Ұзындығы 325 километр. Су жиналатын алабы 10 000 километр. Аңғары кен, бүйірлік жырасайлармен тілімделген, биіктігі 10-40 метр. Сарысу Қарағанды, Қызылорда облысы жерімен ағатын өзен Бұғылы тауынан басталып, сыр бойындағы құмдарға барып сіңіп кетеді. Ұзындығы 800 километр. Су жиналатын алабы 81-99 000 километр. Алабында Шу, Сарысу, жерасты артезиан суының қоры бар. Салалары Жаман Сарысу, Жақсы Сарысу, Атасу, Қаракеңгір. Жезді өзені Сарысу алабындағы өзен Ұлытаудың оңтүстігінен басталып, Жезқазған қаласының маңынан Кеңгір өзеніне құяды. Ұзындығы 108 километр. Арнасы тік жар, қар, жаңбыр суымен толығады. Негізгі салалары Күнкүйген, Үлкенсай, Қарабұлақ, Сағымсай, Нарсай өзендері. Терсаққан Есіл алабындағы өзен. Ұзындығы 334 шақырым. Су жиналатын алабы 19 500 шақырым. Ұлытаудан басталып, Есілге құяды. Басты салалары Ащылы, Шабдар, Көкпекті, Қайрақты. Ені 3-5 шақырым. Суы тұщы, сәл кермек, ауыз суға жарамды. Терсаққан өзені солтүстік мұзды мұхитына құятын өзен саласы болып табылады. Ұлытау баурайында күмістей шашылған көлдер өте көп болған. Мысалы, Шұбар теңіз, Қарақойын, Сәмен, Барақкөл, Ащыкөл, Дәнсары, Құркөл, Обалы, Бозбайтал, Бұршақты көл, Кішкене көл, Тоғызбай, Ағатай, тағы да басқа көлдер бар. Олардың ең үлкені Шұбар теңіз 125 шақырым жерде жайылып жатыр.
Ұзындығы 24, ал ені 5 километр. Одан кейінгі көл Қарақойын тұзды көлі. Оның ұзындығы 16 километр, ені 4,5 километр. Айдыны 72 километр. Жер қыртысының тектоникалық қозғалысы кезінде пайда болған көлдер Барақ көл, Қос көл. Жалпы айдыны 1 шаршы километр асатын көлдер саны 30-дан асады. Ұлытау жезқазған аймағында жасанды су қоймалар, бөгендер өте көп. Жалпы саны 100-ден асады. Ал олардың ішіндегі ең ірісі Тоғыз. Олардың сипаттамасы төмендегідей. Ұлытау өңіріндегі Кеңгір өзенінің арнасына салынған бөген Кеңгір су қоймасы. 1952 жылы іске қосылған, ал 1961-62 жылдары қайта кеңейтіліп салынған. Жезқазған қаласының жағасында орналасқан. Ұзындығы 27 километр, орташа ені 1 километр. Орташа тереңдігі 8,5 метр, ал ең терең жері 25 метрге дейін жетеді. Негізінен Жезқазған өнеркәсіп кешенін ауыз сумен, техникалық сумен қамтамасыз ету үшін салынған. Жезқазған облысының географиясы атты кітабында мынандай деректер келтірілген. Тұрмыстық коммуналдық шаруашылық пен ауыз суға деген сұраныс ауылға қарағанда қалаларда өте жоғары. Мысалы, Жезқазған, Сәтпаев қалаларының әрбір тұрғыны тәулігіне 750-850 литр су тұтынса, ал ауыл тұрғыны небәрі 54-60 литр су жұмсайды екен. Өңір тұрғындарының басым көпшілігі ауылда емес, қалаларда тұратындығын ескерсек, онда қаншама су керек екені өзінен өзі түсінікті. Сабағымызды қорытындылайық. Суды тиімді пайдалану жолында шараларды белсенді іске асыруымыз қажет. Су қорының тапшылығы үздіксіз өсуде, ал оның ластануы одан да алаңдатады. Суды қорғау бұл өмірді, тіршілікті қорғау деген сөз екенін естен шығармайық. Назарларыңызға рахмет.